Кайрылуу күн YouTube окурмандар. Бүгүн биз YouTube канал ачып үйрөнөтүн болобуз. Яғни сиз YouTube канал ачып билмейтин болсаңыз, осы видеоны соңуна чейин карап бирге бир кайталаңыз. Сонда сиз де YouTube канал ачып үйрөнөтүн болосуз. Олай болса, кеттик. Окурмандар, осылай ноутбукка киресиздер, Google'да ачасыздар. Сиздерде дәл осылай турады. Енді бұл жерге gmail.com деп жазатын боламыз. Яғни бірінші почта ашатын боламыз. Осылай жазасыздар gmail.com деп. Жазылғаннан кейін сіздерде де осылай шығады. Біріншісіне кіресіздер. Кіргеннен кейін сіздерде бұлай шықпайды. Яғни менде қазір мына жерде аккаунт тіркеліп тұрғандықтан осылай шығып тұр. Яғни сіздерде осылай шығатын болады. Толығымен шығып кетейін. Басқаннан кейін енді сізді деп басқаннан кейін delete себе деген басасыз. Енді осы жерде толығымен ат жөніңізді жазасыз. Бірінші атыңыз, екінші фамилияңыз. Бұл жерге бір өзіңіздің атыңызды жазғаннан кейін өздері ат ойлап тауып береді, өзіңізге ыңғайлы. Соны тіркей қоясыз. Қараңыз, не астында шығып тұр. Құранбай Орынбасар 47. Осылай ішінен керегін таңдап алып, қате жерлерін дұрыстай қоясыз. Енді астына пароль ойлап табасыз. Парольді ағылшынша жазасыз. Бірінші новый пароль, екінші сол парольді қайталайтын боласыз. Подтвердить деген жерге сол парольді қайталап тересіз. Яғни жазасыз. Сосын далені басасыз. Әрі қарай сіздерде енді осы жерде нөмір тіркеулеріңіз керек. Нөмірлерін жазасыздар өздеріңіздің. Сосын астында мына жерге өз тағы бір поштаңыз болса тіркеп қоюыңызға болады. Тіркесеңіз де болады, тіркемесеңіз де болады. Мына жерге толығымен туған күніңізді, жылыңызды, барлығыңызды толтыратын боласыз. Енді мен қазір мына жерге нөмір тіркеп көрсететін боламын. Қараңыздар. Нөмірлеріңізді жазасыздар. Сосын далені басасыздар. Енді отправить дегенді басасыздар, яғни нелеріңізге, соткаларыңызға код келеді. Сол кодты тіркейсіздер, яғни бұл безопасно, яғни сізді хакерлер бұза алмайтын болады. Соткаға келген кодты жазамыз. Сосын подтвердитті басатын боламыз. Басқаннан кейін пропуститті басамыз. Астына қарай түсіп, принять дегенді басамыз. Осымен почта ашылды YouTube'тың. Енді YouTube канал ашатын боламыз қазір. Міне осылай ашылады. Почта ашылды. Gmail почта ашылды. Енді YouTube канал ашатын боламыз. Тағы бір окошко ашасыздар, YouTube'ға кіресіздер. YouTube'ға кіргеннен кейін қазір кірсін. Оң жақта O деп тұр. Қарасаңыздар сарымен сіздерде де автоматически тіркеліп тұрады. Сол жерде создать канал дегенді басасыздар. Создать канал деп басқаннан кейін осы жерде каналдарыңыздың атын жазасыздар. Яғни ат қоясыздар. Өзіңіз қай уақытта дамытайын деп отырсыз YouTube'ты, сол атты қоясыздар. Мен Warwick Music деп қоямын. Примерін сіздерге көрсетіп жатырмын. Создать канал дегенді басасыз. Создать канал деп басасыздар. Міне
осымен біздің YouTube каналымыз ашылды. Енді бұның видео салмас бұрын бірінші настройкасына кіріп настройкаларын реттейтін боламыз. Кеттік. Настройка видео кіреміз. Кіргеннен кейін далені басасыздар. Сосын мына жерде настройка канал дегенге кіресіздер. Мына жерде қазір автоматически настройка каналға кіріп тұр. Главныйды бастым. Әлі 0. 0-ден бастаған екен. Осылай болады аккаунттарыңыз, YouTube аккаунттарыңыз. Енді настройка каналға кіріңіздер астында. Осы жерде екінші қатарға кіресіздер. Брендинг дегенге. Кірген кезде осы жерде біріншісіне фото қоясыздар. Кәдімгі өздеріңіздің. Екіншіден фото қоясыздар. Бұл жерде форматы бәрі жазылып тұр, түсінікті. Примерно сіздерге көрсетейін. Қазір фото тауып алайын мен. Дайын фото бар ма екен менде? Қарайық. Загрузканы қарайық. Менде бар екен. Мына жерде осыны қойып көрсететін боламын. Примерно. Сіздерде фотоларыңызда осылай шығады жылжытып, өзіңізге ыңғайлы жерін қоя қоясыздар. Астыңғысы да дәл солай, бірақ бұл жерде форматын обязательно мына жерде жазылып тұрған форматпен бірдей қоясыздар. Болмаса түспей қалады. Қазір бұны тосалып көрсетемін. Қараңыздар, мына жерде форматы түсіп тұр. Готов деп басамыз. Әлі мына жерге фотолар шыққан жоқ. Өйткені мен әлі ол фотоны сохранить еткен жоқпын. Мына жерде опубликовать дегенді басасыз. Оң жақта тұрған көкті бассаңыз, фотоларды, осы қойған фотоларыңызды сохранить ететін болады. Алынат етіп көрейік. Тағы да етейік. Қараңыздар, міне бағана қойған фотомыз шықты. Сіздерге дизайндеріңіз әртүрлі болуы мүмкін. Осылай фотоңызды қойып, YouTube'ыңызды әрлей бересіз. Әрі қарай енді бұл жерде ең керекті тағы монетизация бар. Яғни, қазір кіріп көрсетейін монетизацияға. Астына қарай түссеңіздер, мына жерде шортс та қосылды биыл. Енді шортспен де ақша таба аласыздар. Ол үшін 1000 подписчик жинауларыңыз керек. 1000 подписчик, сосын 4000 сағат. Екіншісі, үшіншісі шортста 10 миллион просмотр жинауыңыз керек. Сол кезде сізге YouTube партнерство ұсынады. Хочу дегенді басқаннан кейін сіздерде осылай шығады. Енді біз қорғайтын бірінші тұрған житаны қосатын боламыз. Яғни, выключить басасыз, предложить. Басқан кезде осы жерде бағана тіркеген нөмірлеріңіз тұрады. Далее дейсіз. Тоже бұл жерде де сообщение келеді. Кодты жазасыздар осы жерге. Далені басасыздар. Выключитті басасыздар, сосын предложитті басамыз. Далені тағы баса қоясыз. Міне бізде уже қосылды, защита қосылды, міне птичка қойылды. Біріншісіне де, екіншісіне де. Осылай настройкасын істеп аласыздар. Енді видео салатын боламыз. Добавить видеоны басамыз. Overwrite файл салып көрсетейін. Енді осы жерден бір видеоны сала қояйын. Мендегі бар бір видеоны. Қазір загрузить етсін. Осылай шығады. Мына жерге атын өзгертсеңіздер де болады. Қазір астында уже осы видеоны загрузить етіп жатыр. Сәл күтесіздер. Әрине сіздің видеоңыз ұзақ болса, көбірек күтуіңізге тура келеді. Сетіңіз жақсы болса, тез загрузить ететін болады. Описание жазсаңыз болады.
астына қарай түссеңіз екіншісіне галочка қоясыз. Ары қарай далені басасыз. Тағы да далее. Тағы да далені басамыз. Енді осы жерде 3 галочка қоятын жер бар. Екіншісі тұрған ол доступ, яғни сіз жіберген сілтеме арқылы көре алады. Үшіншісі барлық адам көре береді. Яғни доступ, открыт доступ ол барлық адам көре береді. Яғни мен қазір доступ ссылка арқылы сохранить ететін боламын. Яғни бұл сіздерге көрсету үшін арналған канал, ашылған канал. Сол үшін мен доступ ссылка арқылы сохранить етемін. Сіздер открыть деп сохранить етесіздер. Осылай видео сала бересіздер. Яғни бұны соткамен салсаңыз болады, соткаңызға тіркеп аласыз осы каналыңызды, сотка арқылы да жүктей бересіздер. YouTube каналдарыңызды дамытыңыздар. Осылай YouTube каналдарыңызды дамытып, ютубер болуларыңызға болады. Қош сау болыңыздар. Сабақ пайдалы болса, лайк басып қолдап кетіңіздер. Тағы да пайдалы ақпараттар шығатын болады. Оқырмандар, ақпарат пайдалы болған болса, лайк басып, тіркеліп, комментарий қалдырып, қолдап кетіңіздер. Мен сіздердің қолдауларыңызды күтемін.